Қайырлы күн, құрметті магистрант. Бүгін сіздермен аналитикалық ойлауға байланысты сұрақтарды талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Айкеш Ержан. Бүгін аналитикалық ойлаудың сұрақтарын сіздермен қалай дұрыс жауап табуға болатынына байланысты, осының ішіндегі сұрақтардың қайсысы дұрыс, неге дұрыс екендігіне байланысты нәрселерді талқылаймыз. Ал кеттік, бірінші варианттың бірінші сұрағы. Математика әлдеқашан дүниетанудың бір нәрсе жақтарын зерттейді. Физика, химия, биология, астрономия сияқты ғылымдардың күнделікті қолданатын зерттеу құралына айналған қазіргі кезде еш дау тудырмас ақиқатқа айналып отыр деп жатыр, иә. Енді ол математиканың ішінде ол сапалық өзгерістерге әсер ететіндігін білеміз, сондықтан біз бұл жерде B вариантын таңдаймыз да ары қарай кете береміз. Екіншісінде бір тектес сапалық білдіретін, енді соңғы жағын қарайтын болсақ, антонимдер деп тұр. Антонимдер ол бір-біріне қарама-қарсы ұғымдарды білдіреді, иә. Сондықтан бұл жерде біз D вариантын таңдаймыз. Үшінші сұрақта сөйлемде сәйкес келетін сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалған зат есімдерді толықтырыңыз. Қайын жұртыңыз ол мына жерде мінеп деген сөз болмайды, міншілдік деген сөз болмайды, сын есім қолдану керек қой, потому что сызықша тұр ортасында. Сондықтан міншіл деген вариантты таңдаймыз. Екіншісінде өз жұртың күншіл, значит C вариант, күншіл, міншіл, сыншыл деген варианттарды таңдаймыз, потому что барлығында сын есім болуы керек. Келесі сұрақта бізде төртінші сұрақта не берілген? Текст берілген. Осы тексттің енді төменгі бөлігінде ұлғайды сөзіне мағынасы жақын сөз табыңыз деп тұр. Енді ұлғайды деген қазақша түсінікті деп ойлаймын, ол көбейді деген мағынаны білдіреді. Яғни A варианты бізде, точнее A деп қойып, B варианты бізде дұрыс. Келесі тапсырма, енді өзі келесі жазылып тұр. Келесі тапсырма төмендегі мәтін бойынша берілген мәтіннің мақсатын анықтаңыз. Бұл жерде берілген мәтіннің мақсатын анықтау барысында оқығаннан кейін түсінетініміз, бұл әлеуметтік экономикалық өзгерістерді және оның тілге әсерін көрсету мақсатында айтылып тұр. Жалпы енді біз осындай тексттердің бірінші ол тақырыбына байланысты мақсатын анықтау мүмкін, екіншісі оның айтылуына байланысты. Біреу баяндау, сипаттау, суреттеу деген сияқты варианттар болады. Бұл жерде ол тақырыбына байланысты әңгімелерді білдіріп тұр бізге, иә. Алтыншы сұрақта мына жерде келесі тапсырма төмендегі мәтін бойынша берілген мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз деп тұр. Енді бұл жерде де оқып алсақ болады дұрыс жауапты табу үшін. И мына жерде төменгі жағында бізде И варианты, тіл мен қоғамның ықпалдастығы деген вариантты таңдаймыз. Енді бұл ненің аналитикалық ойлаудың бір ерекшелігі, бұл жерде сіз кейбір кездері бүкіл тақырыптың өзін, яғни тексттің өзін оқып алу керек болады, кейбір кездері ішіндегі ең маңызды нәрселерді қарап алуымыз керек болады. Мысалға, мына жерде ақырғы деген сөзді біз бүкіл мәтінді оқуымыздың қажеті жоқ, ақырғы деген ол соңғы екенін білеміз, иә. A вариантын таңдаймыз да жетінші сұрақта ары қарай кете береміз. Сегізінші сұрақта жаратылыстану ғылымы екі сөзден құралған. Мына жерде келесі берілген мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз деп тұр. Бұл жерде біз C варианты жаратылыс заңы туралы айтылған, оны өзіңіз қысқаша оқитын болсаңыздар да түсінетін боласыздар. Тоғызыншысында келесі тапсырмалар мәтін бойынша берілген мәтіннің мақсатын анықтаңыз деп жатыр. Тоғызыншы сұрақта бізде ең соңғы И варианты болады, жаратылыстану ғылымы туралы түсінік. Енді бұл жерде мен сіздермен бірге оқып отырудың ондай шарт емес деп ойлаймын. Тек қана қай кездерде жылдамырақ анықтау болады, қай кездері үшін оқу керек деген варианттарды және ішіндегі неге назар аудару керек деген нәрселерді сіздерге бірге талқылайтын боламыз, иә. Берілген мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз деген кезде 10-шы сұрақ бізде ол тұсау кесу, иә, басында өзі тұсау кесу деп тұр. Ең басында, иә, қазақ халқының өмір салтына көрік беретін дәстүр ол тұсау кесу. Тура сол тақырыпты ашу үшін бұл мәтін берілген, сондықтан D вариантын таңдаймыз да ары қарай кете береді екенбіз. 11-ші сұрақ, қазақ халқының өмір салтына көрік беретін дәстүр ол тұсау кесу деп тұр. Енді мәтіннің мақсатын анықтаңыз деп тұр. Көрдіңіз, бағана айттым ғой, мақсатын әртүрлі мүмкін, салыстыру, талдау, суреттеу, зерттеу, білмеймін, баяндау, иә, неше түрлі мақсат болуы мүмкін. Ал бұл жерде бізге бұл текстті берудің ең негізгі мақсаты ол ақпарат беру. Жалпы тұсау кесердің не екендігін бізге түсіндіргісі келіп тұр, иә. 12-ші сұрақта тұсау сөзіне мағынасы жақын сөз табыңыз. Тұсау деген ол өздеріңіз білесіздер, иә, қазақ тілінде де мысалға тұсау кесу ол балаға айтылады, ал мысалға жылқыларға да айтады, тұсап қойды деп айтады, иә. Сол кезде біз оны тұсап қою, ол байлап қою деген мағынаны білдіреді, иә. A вариантын таңдаймыз, ары қарай кете береміз. 13-ші сұрақта келесі тапсырманы төмендегі мәтін бойынша істе деп жатыр. Төмендегі тапсырмасында мәтінде берілген ойды әрі қарай жалғастырыңыз. Болатты суару мен жасту деп ары қарай бізге не істеп тұр?
бос орын қалдырып тұр. Ол оның біз тексттің ішінен ары қарай мағынасын ашқан кезде құрылымын жақсарту үшін қажет деген нәрсені тауып алады екенбіз. 14-ші сұрақ бар бізде. 14-ші сұрақта тағы да тапсырма беремін. Мәтінге сәйкес ақпаратты табыңыз деп тұр. Мәтінді оқу барысында біз былай жасасақ болады. Біріншісі сұрақтарынан бастап оның варианттарын сәйкестендірсек болады, немесе барлық текстті тезірек оқып шықсақ болады. Енді бүкіл текстті тезірек оқу көбірек уақыт алады демесеңіз, варианттарымен де айтуға болады. Мысалға, болаттың ерекше қасиеттері, болат көміртектен және басқа элементтерден тұрады, болат қара металлургияның негізгі өнімі, болат өндіріс экономикалық деңгейді анықтайды, болатты суытқанда ол жасайды. Енді бұл жерде андай ғой, барлығы кішкентай әріппен жазылған, ешқандай ерекше нәрсе жоқ, сондықтан біз бұл жерде жауаптарын іздей алмаймыз. Ал енді тексттің өзінен іздеген кезде 14-ші сұрақтың дұрыс жауабы ол бізде Е варианты, И деп ағылшынша айтып отырмын. Е варианты ол болатты суытқанда ол жасайды, иә. 15-ші сұраққа келіп жеттік. Бұл жерде бізде болат жайында айтып жатыр. Енді жұмсақ деген сөзге келген кезде біз бұл жерде дұрыс варианттың иілгіш екендігін білеміз. Себебі болат ол иіледі, иә, ол сынғыштығына байланысты емес, үлпілдек ол жұмсақ заттарға байланысты қолданады, ашық немесе тығыз болуына байланысты емес. Сондықтан иілгіш деген вариантты таңдаймыз да ары қарай кете береді екенбіз. Негізі осымен біздің бір вариантты талдау толығымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.